тұтас ұлт бір тілде сөйлеуі керек. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіз қазақ елінің барлық ұлыстары мен этникалық топтары бірігіп, бір тұтас ұлт болып бір тілде ұлтаралық қарым-қатынас тіліне айналуы тиіс, қазақ тілінде сөйлеуі керектігін өте тамаша айтты. Келешекте шын мәнінде ұлтаралық қатынас тіліне айналуы тиіс қазақ тілін жылдам дамытуымыз қажет деді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы қазақ тілінің статусымен бірге ұлт жайлы Қазақстанда тұратын барлық ұлыстар, этникалық топтар біртұтас ұлт болып саналады. Шетел бізді қазақ деп біледі. Өйткені осы сөз біздің мемлекетіміздің атауында тұр деп қаққан қазықтай қадап тұрып айтты. Мемлекет басшысының бұл бастамасы мемлекеттік мүддеден туындап отырғаны айқын және бәріміз қуана құптарлық жалпы халықтық қолдау болуы керек. Бұл елдің 30 жылдан бері күтіп келе жатқан сөзі. Бұл 30 жылдан бері айтып келе жатқан ұлттың зарын елбасы да ескере бастағаны. Ал еліміздің барлығы қазақ тілінде сөйлеуді алдымен Ақордадан, үкіметтен, парламенттен бастау керек. Ол үшін ұлттық кеңесте ұсынғанымыздай мемлекеттік тілді міндеттейтін мемлекеттік тіл туралы заңды биылғы жылы тезірек қабылдауға тиіспіз. Әйтпесе біздің үкімет пен парламенттің қазақша сөйлеуі қиын. Өйткені ана жылы елбасымыздың өзі үкімет пен парламент тек қана қазақша сөйлеуі тиіс деп мәлімдесе де жағдай оңала қойған жоқ. Сол кезде елбасымыздың сөзін елге түсіндіргісі келіп, не үшін екені белгісіз елбасы түсінікті тілде қазақша айтты ғой. Тек қана қазақша деп айтқан жоқ, орыс тілін ешкім алып тастаған жоқ, Құдайға шүкір деп, президент сөзін өздерінше тәсбірлеп, күңіреніп кеткен министрлер мен сенаторлар да болған. Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының басты мәжілісінде қазақ тілінде сөйлеп, айды аспанға шығарған елбасымыздың өзіміздің Ақордада қазақ министрлері, әкімдері мен ресей тілінде сөйлесіп отыра беретіні де үкімет пен парламенттің тек қана қазақша сөйлеп кетпеуіне әсер еткен болуы керек. Өкінішке орай бұл үрдіс әлі де жалғасуда. Сондықтан да біз Ақорда қазақша сөйлемей, Қазақстан қазақша сөйлемейді деп мақала жазғанбыз. Үкімет тек қана қазақша сөйлеу үшін үкіметтің басым мүшелерін мүмкін оралман қазақтардан жасақтауымыз керек шығар деп ойлаймыз кейде. Сонда олар ресей тілінде тіпті Мәскеудің өзінде де сөйлемейді. Аудармашы арқылы сөйлеседі. Міне нағыз тәуелсіз елдің белгісі. 90-шы жылдары Әзербайжанның президенті Әбіл-Файыз Елшіви Мәскеуге барғанда аудармашы арқылы Әзербайжан тілінде сөйлесті. Мәскеуде Әзербайжан тілін тұңғыш естірткен президент Елшіви болатын. Ал біздің тәуелсіз қазақ елінің басшылары, министрлер мен әкімдер де Ресейде қазақша сөйлемек түгілі олай ойлай да алмайды. Біздің билік иелері Әзербайжан президенті Әбіл-Файыз Елшівейдің ерлігін қайталамақ түгілі, Әбіл-Файыз ұлы Ерлан Ыдырысов 2 рет сыртқы істер министрі болып тұрып, өз елімізде қазақша сөйлеп көрген жоқ. Парламенттің алдында менің миымды операция жасап құтқа ауыстырмаса, қазақ тілін үйрене алмаймын деп кесіп айтты. Қазақ тілін үйренуге миың жетпесе, қалай қазақ министрі боласың деп қуып шығудың орнына, сол кездегі байғұс парламент Ерлан Әбіл-Файызұлының дипломатия туралы заңдағы елшілік қызметкерлері мемлекеттік тілді білуі тиіс деген үкіметтен келген заң тармағының өзін алып тастап, ана тіліне, яғни мемлекеттік тілге миы жетпеген министрдің, яғни бір адамның ғана мүддесі үшін мемлекет мүддесіне орасан зиян келтірді. Менің сол кезде жазған мемлекеттік тілге миы жетпегендер қалай министр болады деген мақалам Қазақ үні сайтында ең көп оқылған және ең көп талқыланған деген айдарда әлі күнге дейін тұр. Оны осы уақытқа дейін 330 мыңға жуық адам оқып, 260 пікір жазылған. Бұл тек сайттың өзінде ғана. Иә, тек қазақы қанды қайсар қайраткеріміз Иманғали Тасмағамбетов қана елші кезінде Ресейдегі ресми жиындарда тек қазақша сөйлеп жүрді. Емекеңе Ресейдегі бір адам неге қазақша сөйлесің деген жоқ. Қайта Қазақстандағы Көпбаев, Тайшыбек, Данияр Әшімбаев секілді негелестердің өкпесі қысылып қалған болуы керек. Сонымен бірге дүние жүзіне дүбірі жеткен дүлдүліміз, ұлтшыл әншіміз Димаш Құдайберген Мәскеуде ғана емес, әлемнің әйгілі қалаларында, қаншама елдің астаналарында
бәріне қазақша сөйлеп жүр. Әйгілі әншіміз Қайрат Нұртас та Мәскеуде, Омбыда тек қазақ тілінде сөйледі. Дарындарымызға Алла жар болсын. Ал біздің билік осындай оғландарымыздан өнеге алсын. Қорыта айтарымыз, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекет мүддесі үшін жасаған зор бастамалары жалпы халықты қолдауға лайықты. Бәріміз қолдаймыз. Bir тұтас ұлт bir тілде сөйлеуі керек.